Баршаңызға сәлем, сіздермен Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай қарапайым, бірақ өте дәмді картопты пирожкилер дайындайтын боламыз. Ал сіздер менің видеомды соңына дейін қарап, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз алдыменен жылы суымызға құрғақ дрожжымызды, қантымызды салып, араластырып, бетін жауып көтерілгенше қойып қоямыз. 5 минутта көтеріледі. Ал одан кейін шұңқыр ыдысымызға сүтімізді құямыз, тұзымызды саламыз. Мен тұз салғанды түсіруді ұмытып кетіппін, кешірерсіздер. Одан кейін көтерілген дрожжымызды салып, араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқамыз салып, тағы араластырып аламыз. Содан кейін ұнымыздың жартысын салып, тағы бір араластырып аламыз. Сосын оған сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде сұйық масса болады. Мінекей осындай сұйық масса. Содан кейін ғана қалған ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жылы жерге орап көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Картоп жуамызды ашып алдық. Картопты турап тұзды суда пісіріп аламыз. Ал бөлек табаға майымызды құйып, жуамызды қызартып, қуырып аламыз. Піскен картопымыздың суын төгіп тастап, үстіне қуырылған жуамызды саламыз. Менде жуалар кішкене күйіп кетті, сіздер ұзақ ұстап қоймаңыздар отты. Картопымызды пюре етіп беземіз, дайындап қойдық. Енді мінекей қамырымыз дайын. Қамырымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін оны оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Қолмен-ақ әдемілеп қамырымызды жайып шығамыз да, ішіне салмамызды салып, пирожкилерімізді түйіп аламыз. Осы кезде газге табағыңызды қойып, майыңызды құйып, дайындап қойыңыз, қызып тұратын болады. Міне, пирожкилеріміз дайын. Енді осы пирожкилерімізді ыстық қызып тұрған майда екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Менің табама енді көңіл бөлмейсіздер. Осындай таба барлық үйде бар деп ойлаймын. Неше жылдық таба уже. Міне, біздің пирожкилеріміз дайын, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстықта жесеңіздер, тіпті керемет дәмі. Сосын, достар, видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, арнама тіркеліп кетіңіздер. Менің арнамда басқа да видеолар бар, бәрін қарап, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.